Бізге қойылған сұрақтардың бірі жалған діни лидерлер кімдер және олар қалай пайда болды дейді. Ең алдымен баршамыз қазіргі кезде әлеуметтік желіні белсенді пайдаланамыз. Әлеуметтік желіде аттарын атап өтетін болсақ, Абдуллах Касеский, Абу Умар Саситлинский секілді азаматтар өте көп мына орыс тілді аудиторияға діни уағыздар жүргізіп жатқан жайттар бар. Қаралымдары да өте көп, парақшасына тіркелген азаматтар да өте көп, және біздің қазақстандық азаматтар соның ішінде де бар. Ол азаматтардың неге біз жалған лидерлар, неге оларды теріс деп айтамыз? Біріншіден, ол азаматтар қазіргі кезде өз елдерінен де аулақ жүрген, өз елдерінің өзінде уағыз айтуға тыйым салынған азаматтар. Бұл біріншіден. Екіншіден, олардың айтып жатқан уағыз насихаттарында, беріп жатқан діни кеңестерінде, елге айтып жатқан пәтуаларында біздің қазақ даласындағы ислам мәдениетіне, біздің ұстанып жатқан дінімізге қарама-қайшы келетін тұстары кездесіп жатады. Мысалы, соңғы бір жайттардың бірінде Абдулла Касескийді мынандай бір сұрақ қойып, енді сол сұраққа жауап беру мақсатында былай деп жауап береді. Сұрағы: құқық қорғау орган қызметкерлері, яғни милиция қызметкерлері қайтыс болатын болса, олардың жаназасына баруға бола ма деген сияқты сұрақ. Сол кезде оның жауабы: